Паутинка макаронунан нампалау дайындаймыз. Етті тез пісу үшін орташа қалыңдықта тураймыз. Жуаны ортасынан бөліп, екіге бөліп турап шығамыз. Табаға паутинка макаронын салып, қызарғанша қуырамыз. Араластырып отыру керек, өйткені асы күйіп кетеді. Бөлек ыдысқа саламыз макаронды. Табаға сұйық майды құйып, туралған етті салып, қуырамыз. Жуаны қосамыз. Су қосамыз. Бір шай қасық тұз. Бетін жауып, ет піскенше кішкене қайнатамыз. Макаронды салып, бетін осылайша тегістеп, 10 минутқа қоямыз. 10 минуттан кейін бетін ашып, араластырамыз азғана. Және жай отта пісіреміз, өйткені асты күйіп кетеді. Тез пісетін тамақ. Шашырап әдемі болып піседі. Ас болсын, жасап көріңіздер.